Қалалық мәслихаттың құқық қорғау, әлеуметтік қолдау және жастар ісі мәселелері жөніндегі тұрақты комиссия отырысында қала аумағында аз қамтамасыз етілген отбасыларда әлеуметтік қорғау және мейірім Қызылорда қоғамдық қорының атқарған жұмыстары мен алдағы жоспарлары туралы мәселелер қаралды. Күн тәртібіндегі мәселелерге байланысты қалалық жұмыспен қамту әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлім басшысы Кенжегүл Құрақбаева хабарлама жасады. Қызылорда қаласы халқының әлеуметтік әлсіз тобына қолдау көрсетуге бағытталған мейірім Қызылорда қоғамдық қоры 2021 жылдың сәуір айында қала әкімінің бастамасымен құрылған. Құрылған уақыттан бері қоғамдық қорға 12 миллион теңге көлемінде қаржы жинақталып келіп түскен. Оған 1300-ден астам өтініштер арасынан 105 ең мұқтаж тұрғындарға әлеуметтік көмек көрсетілген. 21 жылы аз қамтамасыз етілген отбасыларды әлеуметтік тұрғыдан қолдау мақсатында 6778 отбасына мемлекеттік атаулы әлеуметтік төленсе, осы отбасылардың 1 жастан 6 жасқа дейінгі 5279 баласына кепілдендірген әлеуметтік топтамаға республикалық бюджеттен қаржы бөлініп, ол толығымен игерілді. Жергілікті бюджеттен жыл көлемінде 30 үй өртенген отбасына 642 туберкулезбен емделу сатысындағы адамдарға, 227 студентке облыс әкімінің грантымен оқитын 2530 отбасына тұрғын үй көмегі төленуде. Отырыс барысында депутаттар тарапынан қор жұмысының ашықтығы, көрсетілген көмектердің шынайы болуы, қала бойынша әлеуметтік әлсіз топтардың есебін қайта жаңартып, шет аймақтарды аралап, нағыз мұқтаж отбасыларды табу керектігі жөніндегі бірқатар ұсыныстар айтылды. Идеологияны осы жерге мына жерде жаңа Наурыз туралы айтылып жатыр да, Наурызда пәленбай баланы не қыламыз? Біз жаңа жылда подарканың көкесін береміз. Шын ғой? Өйткені ол бір жаңа жыл бір айқай шумен күтеді, жұрттар кредит алады, тойға дайындалады, басқа қылады. Ол до того уже миымызға сіңіп қалған. Наурыз өзіміздің халқымыздың негізгі дәстүрлі мейрамымыз, жаңа жылымыз. Соны бір келтіріп, жаңағы балдарға тек былайынша бір нәрсе бере салмай, сол жаңа жыл сияқты подарка беріп, сөйтіп үйретіп, бұл біздің мейрамымыз, біздің негізгі мейрамымыз, біздің түпкі мейрамымыз, біздің ата-бабамыздан келатқан мейрам деген сияқты осы бастан бастап сол подаркалерді дұрыстап беріп, дұрыстап баланы қызықтырып, кішкентай кезінде сөйтіп тәрбиелемесек. Айта кетерлігі, қала әкімдігіне келіп түскен өтініштер қалалық жұмыспен қамту әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі арқылы қалалық жұмыспен қамту орталығына жіберіледі. Осы тұста халық қалаулылары бір рет көрсетілген көмек бірнеше рет көрсетілмеуін мұқият бақылауға алуға шақырды. Бұл ретте қала әкімінің орынбасары Бектас Балғабайұлы жұмыстардың бір жүйеге келтірілгенін айта кетті. Біз неліктен осы барлықтарын осы көмек жасаған бір единный бір базаға шығарып, сол жерден көріп отыратын деп, кім қанша көмек алды. Сонымен қатар үйде отырып, мекемен арыламай жатқан отбасы бар. Біз оларды біз бар көрейік деп. Сөйтіп сол отбасыны қарадық, сосын жинақтап, біз мына қорды құрған кезде, мына көп жағдайда бірінші кезекте бірнеше толқу болды ғой. Бірінші кезек ашылған кезде қаншама аналар келіп, осы маған деп сұрақ туындады. Екінші толқу неге мен алдым, неге екінші алмады деп. Енді үшінші толқу уже мына азайған себебі көзі жетті. Алатын адамдар нақты қолына ақша емес, алатын жаңағы ауырып жатыр ма, қолының құжаты бар ма, жаңағы ауруханалардың берген жолдама арқылы тек қана дәрі-дәрмек алады. Ал барып жатыр ма, жататын жерге біз кәсіпкерге соны жаңағы пәтерін төлейтін сол жерге жібереміз. Немесе ауырып жатқан жаңағы аппаратура керек па, сол жерге аппаратураны ғана алады. Яғни бұрынғыдай жаңағы керек қолына қаражат емес. Сосын жұмыс істейтін адамдарға ең бірінші бағытта, жаңағы өзіңіз айтып жатқандай, бірінші кезекте біз жұмысқа қабілеті бар, жұмыс істей алатын адам болып отырса, біз бірінші кезекте соны сұрақ қоямыз. Жұмысқа тартылуға біз соған атсалысайық. Яғни бұрынғыдай емес, қазір қармақ берсек, арғы бағын аулап, болмаса өз отбасын
асырауға мүмкіндіктер туғызуға. Қалалық жұмыспен қамту орталығына қарасты бақытты отбасы бөлім мамандары келіп түскен өтініштер бойынша зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Зерттеу барысында отбасының әлеуметтік тұрмыстық жағдайын тексеріп, акті толтырылып, қосымша қажетті құжаттар жинақталады. Жинақталған құжаттар Мейірім Қызылорда қоғамдық қорының қамқоршылық кеңесінің қарауына ұсынылады. Көмек көрсету қамқоршылық кеңесте талқыланып, дауыс беру арқылы анықталып, нәтижесінде көмектің қажеттігі немесе қажет еместігі туралы шешім шығарылады. Азгүл Қаштаева, Айдос Исаев, Жарас Рашев, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.